Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ шығатын, ең бастысы арасы толықтай пісіп шығатын пирожкидің рецебімен бөлістім. Видеоның соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Ал ендіше бастайық. Ол үшін бізге шым-шым ыстық су қажет болады. Және де мен осындай құрғақ сүттен қолдандым. Сіздер үйлеріңізде сүт болатын болса, сүт немесе қаймақ қосып жіберсеңіздер де болады. Және де үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, кішкене сары майымыздан салып, жақсылап сары майымыз ерігенше вилканың көмегімен араластырып алатын боламыз. Және де үстінен алдын ала дайындап қойылған електен өткізілген ұнымызды осылай бөліктерге бөле отырып салып алатын боламыз. Және үстінен 10 граммдай дрож саламыз. Дрождың срогына мән беріңіздер. Қамырымыздың биік болып көтеріліп шығуына өз әсерін тигізеді. Және де осылай қамырымызды бөлектеп сала отырып жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз кішкене қолға жабысатындай қамыр болып шығады. Және де құрамына қажетті заттардың барлығын астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Және де каналымдағы жаңа оқырман болсаңыз, каналыма тіркеліп кетіңіз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Және де астындағы комментария бөлімінде өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Және де қамырымызды осылай қолымыздың көмегімен илеп алатын боламыз. Қамырымыз кішкене қолға жабысып тұрады. Ол қалыпты жағдай. Және де ыдысымыздың астына кішкене ұнымызды сеуіп, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілуге қойып қоятын боламыз. Ол аралықта ішіне салатын салмасын дайындап алатын боламыз. Салмасына картошкамызды осылай майда етіп турасақ, тез пісіп шығатын болады. Картошкамыздың үстіне суымызды құйып 20 минут пісіріп алатын боламыз. Міне біздің картошкамыз пісіп шықты. Таза ыдысымызға салып алатын боламыз. Және де картошканың суын төккен кезде астынан кішкене суын алып қалыңыздар. Өйткені біздің картошкамыз піскеннен кейін кеуіп кететін болады. Сол үшін осылай өз суын құйып жібереміз. Және де үстінен дәміне қарай осылай тұзымызды және қара бұршымызды салып, жақсылап езіп алатын боламыз. Міне осылай картошкамызды езіп алдық. Және де үстінен 1 пиязымызды майға қуырып, кішкене қызартып, осы картошканың үстіне салып алатын боламыз. Сіздер пиязды ұнатпайтын жағдайда арасына тек сары май және де сүт құйып, тұз бұрышыңызды салып, тек солай жасасаңыздар да болады. Біз осылай пияз қосып дайындалған түрін ұнатқандықтан осылай пиязды кішкене қуырып қосып жібереміз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Міне біздің қамырымызды ашып шықты. Енді бетіндегі пакетін алып, кішкене ұнымызды сеуе отырып, қамырымызды түсіріп алатын боламыз. Сіздер дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерден 25 штук пирожки шығатын болады. Егер де үйлеріңізде көп адам болатын болса, осы рецепті 2 еселендіріп жасасаңыздар болады. Енді ұнымызды сеуе отырып, қамырымызды 2 бөлікке бөліп, зуала жасап алатын боламыз. Және де қамырларыңыз біркелкі шықсын десеңіздер, таразының көмегімен өлшеп салсаңыздар болады. Мен осылай көз мөлшерімен жасаймын, барлығы бірдей шығады. Осылай барлық қамырларымызды кесіп, майда етіп зуала жасап алатын боламыз. Қамырымыз кішкене қолға жабысатын болғандықтан, кішкене ұнға батырып, домалақ етіп, барлығын жасап аламыз. Дайын болған қамырларымызды кішкене ұнымызды сеуе отырып, қолымыздың шетімен жайып алатын боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан, осылай қолмен жая берсеңіздер болады. Және арасына салмамызды салып, 2 шетін баса отырып, түйіп аламыз. Қамырларымызды осылай 2 шетін түйе отырып, жақсылап қысып түйіп алатын боламыз. Және де түйілген бетін міндетті түрде астына қаратып қойыңыздар. Және айта кететін жайт, түйілген пирожкилерімізді міндетті түрде матаның үстіне қойып алыңыздар. Егер де дастарханның үстіне қоятын болсаңыздар, сіздер барлық пирожкиді түйіп болам дегенше, пирожкидің асты суланып, майға салған кезде қамыры ашылып кететін болады. Сол үшін міндетті түрде осылай майлықтың
немесе матаның үстіне жақсылап қойып, түйілген пирожкилердің бетін жауып отырсаңыздар, беті қаясып қалмай көтеріліп әдем болып тұрады. Сол үшін міндетті түрде майлыққа қойып бетін жауып отырыңыздар. Барлық қамырларымызды осылай түйіп алатын боламыз, және де осы кезде газдеріңізге майларыңызды құйып қоя берсеңіздер болады. Және осылай барлық қамырларымыздың бірінші түйілгендерінен бастап шет-шетінен осылай видеодағыдай кішкене баса отырып жайып алатын боламыз. Жайып алған пирожкилерімізді қызып тұрған майға салып, орташа отта пісіріп алатын боламыз. Екі бетін алмастыра отырып қызартып пісіріп аламыз. Барлық пирожкилерімізді дәл осылай пісіріп шығамыз. Міне біздің пирожкилеріміз пісіп шықты, өте жұмсақ, арасы да толықтай пісіп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығатын рецепттердің бірі. Пирожкиміздің арасын бөліп те көрсетейін, арасы толықтай пісіп, қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздер де бір жасағаннан шығатын болады. Және де каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, астында комментария бөлімінде өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Назар қойып көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Назира.